Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 1914 жылы 17 мамырда Қазақ газетінде жарық көрген «Мектеп керектері» мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім. Екінші, оқыту ісіне керек құралдар қолайлы һәм сайлы болуы. Құралсыз іс істелмейді, һәм құрал қандай болса, істеген іс те сондай болмақшы. Істің толық жақсы болуына құралдар сайлы һәм жақсы болуы шарт. Үшіншіден, мектепке керегі белгіленген программа. Әр іс көңілдегідей болып шығу үшін оның үлгісі я мерзімді өлшеу боларға керек. Үлгісіз я мерзімді өлшеусіз істелген іс олпы-солпы, я артық, я кем шықпақшы. Керексіз нәрселерді үйретіп, балалардың өмірін босқа өткізбек үшін, үйретерге тиісті білімді кем үйретпес үшін, бастауыш мектепке үйрететін нәрселердің кесімі, пішімі болуға тиіс. Біздің ана тілімізде оқытылатын мектептеріміздің құралдары, мұғалімі сондай сайлы болуға тиіс. Сонда мектеп программасын үлгеріп, орнына келтіре алады. Мұғалімнен соңғы сайлы болуға тиіс нәрсе оқу құралы. Білімді үйретуге керек кітаптар қазақ тілінде жоқ. Осыларды дүнияға шығару керек. Біз бұларды уақыт жетуінше қолға алып істеп жатырмыз. Шыға бастағандарына өкпесі бар кейбіреулер сын тақпақ болып жатыр. Сынағанда біреулері тіпті қолына алып қарамай, екіншілері қараса да танымай сынап жатқан көрінеді. Әркім сынау керек, өзінің жақсы білетін нәрсесін. Білмейтін нәрсені сынаймын деп, құр өзінің білмейтінін көрсетеді. Біздікі жаман болса, жақсысын шығарыңдар. Жақсысы шықса, жаманы қалар. Ұлт ұстазы қазақ баласының білімді болып шығуы мұғалімге оқу құралдары мен оқу бағдарламасына тікелей байланысты екенін 20 ғасырдың басында ескертіп, тура жолды көрсетіп кеткен болатын.